Математика сабағы. Сабақтың тақырыбы 96 мен 6-ның бөлінісі түріндегі кестеден тыс ауызша бөлу. Сабақтың мақсаты кестеден тыс мынандай жағдайларда: 17 мен 5-тің көбейтіндісі, 96 мен 6-ның бөліндісі, 75 пен 15-тің бөліндісі, 84 пен 4-тің бөліндісін ауызша көбейту мен бөлуді орындау. Балалар, дәптерімізге бүгінгі күн атауын жазайық. 18 қаңтар. Каллиграфиялық сәтке 18 цифрын барлық талаптарға сай етіп жазып шығамыз. Жазып шықсақ, балалар, оқулығымыздың 14 бетіндегі екінші тапсырмаға назар аударайық. Балалар, бұл тапсырманы орындамас бұрын мына ережеге қарайық. 2 таңбалы немесе 3 таңбалы сандарды 1 таңбалы санға бөлу үшін оны әрқайсысы осы санға бөлінетін ыңғайлы қосылғыштардың қосындысы түрінде жазуға болады. Сонан кейін қосындыны санға бөлу ережесін қолдан. Яғни, балалар, берілген санды бөлу үшін өзімізге ыңғайлы етіп қосылғыштардың қосындысы түрінде жазып алады екенбіз. Ендеше 58 бен 2-нің бөліндісін қалай қосылғыштардың қосындысы түрінде жазады екенбіз? Өзімізге ыңғайлы түрде, яғни 2-ге бөліну керек, балалар, ол қосылғыштарымыз. 40 пен 18-дің қосындысы деп жазады екенбіз. Яғни 40 2-ге бөлінеді, дәл сол сияқты 18 де 2-ге бөлінеді. Кәне ойланайықшы, 40-ты 2-ге бөлсек қанша болады, балалар? Дұрыс айтасыңдар, 20 болады. Ал 18-ді 2-ге бөлейік, 9 болады. Сонда бұл өрнектің мәні 29 екен, балалар? 58 бен 2-нің бөліндісі болады 29. Келесі, балалар, 96 санын 4-ге бөлу керек екен. Яғни, бұл жерде де, балалар, біз қосылғыштардың қосындысы түрінде жазамыз. Ыңғайлы тәсіл арқылы, ыңғайлап алады екенбіз. Яғни 96-ны не істейміз? Қосылғыштар түрінде жазамыз. Ол 80 мен 16-ны қосындысы 96 болады. Өзімізге ыңғайлы түрде, яғни 4-ке бөлінетін сандар болуы керек. Яғни 80-ді бөлеміз 4-ке, қанша болады, балалар? 20 болады. 16-ны 4-ке бөлсем 4 болады. Яғни 24. 96 мен 4-тің бөліндісі болады 24 екен. Балалар, осы ережені басшылыққа ала отырып, ары қарата өрнектердің мәнін табасыңдар. Тамаша, балалар, ендеше екінші оқу тапсырмамызға назар аударайық. Бұл сендердің оқулықтарының 15 бетіндегі 3-ші тапсырманың 1-ші және 2-ші баған екен. Бұл жерлерде де, балалар, осы ережені басшылыққа ала отырып шығарамыз. Яғни 56 мен 2-нің бөліндісі қалай ыңғайлаймыз, балалар, қосылғыштардың қосындысы түрінде? Кәне ойланайықшы. Тамаша, дұрыс айтасыңдар. Яғни 40 пен 16-ның қосындысы деп алады екенбіз. 40-ымыз да 2-ге бөлінеді, 16-ымыз да 2-ге бөлінеді. Тамаша, ал, балалар, 42 мен 3-тің бөліндісі дейді. Оны қалай шығарар едіңдер? Ойланамыз. Дұрыс айтасыңдар. 30 бен 12-нің бөліндісі деп аламыз. 30 саны да 3-ке бөлінеді, 12 саны да 3-ке бөлінеді. Бұл өрнекті де ары қарата өз беттерінше орындайсыңдар. Ендеше, балалар, 3-ші оқу тапсырмамызға назар аударайық. Бұл сендердің оқулықтарыңнан 15 бетіндегі 6-шы тапсырманың А нұсқасы. Яғни, бұл жерде кесте берілген екен, балалар. Қарындаш қораптарын бөліп салуға көмектесті. Қарап отырсақ, қарындаштардың саны белгілі. Бір қораптың сыйымдылығы белгілі. Қораптың саны белгісіз, және, балалар, бұл тапсырма қалдықпен шығарылады екен. Ендеше ойланайық. 23-ті не істейміз? Дұрыс айтасыңдар. Бөлеміз 5-ке.
Енді 5-тің көбейту кестесін есімізге түсіреміз, балалар? 5 жерде неше? 20-ға жақын келеді. Дұрыс айтасыңдар. 5 төртім 20 болады. Балалар? Яғни қораптың саны 4 екен. Ал арғарата неше қалдық қалды? 23-ке дейін. Дұрыс айтасыңдар. 3 қалдық қалды. Тамаша, арғарата 4 өрнекті де осылай шығарасыңдар. Балалар, сендерге тапсырма түсінікті деп ойлаймын. Ендеше сабағымыздың соңында сабаққа рефлексия береміз. Мұна смайлингтер арқылы сабаққа рефлексия беруді ұмытпаймыз. Ендеше балалар, келесі сабаққа дайындала қойыңдар.